Саламатсыздар балалар, біздің бүгінгі сабағымыз көру жүйесінің құрылысы және қызметі, оның гигиенасы туралы. Өздеріңіз көріп тұрған қаңқаның құрылысы, осы сүйектердің барлығын қаңқаны өздеріңіз атап көрсетіңіздер. Енді біз балалар 5 сезім мүшесі бар екенін білеміз. Оған көру, иіс сезу, есту, дәм сезу және сипап сезу. Мына жерде өздеріңіз көріп тұрғандай, ең бірінші адам сыртқы қоршаған ортада 85-90% көру арқылы сеземіз. Сондықтан енді көру мүшесіне қысқаша тоқтала кетейік. Жалпы бүгін нені білуіміз керек? Біз көрудің құрылысы мен қызмет және гигиенасына қысқаша тоқталамыз. Жалпы көру жүйесі көз алмасы және көздің құрамында қосалқы бөлшектерден тұрады. Қосалқы бөліктерді біз қабық, қас, кірпік, жас без, көз бұлшықеттер, көз немесе көз алмасы. Енді онда көз алмасы екі бөліктен тұрады. Көз алмасының қабық немесе қабаттар деуге болады. Екіншісі оптикалық жүйе. Көздің 3 қабығы болады. Ақ қабық, тамырлы қабық, торлы қабық. Оптикалық жүйе алдыңғы камера, көз бұршағы, шыны тәрізді денешік. Ақ қабығы міне сыртында ақ қабық. Және де тамырлы қабық және ішінде торлы қабық. Және оның ішінде оптикалық жүйеге жататын шыны тәрізді денешігіміз, көз қарашығы бұршағы және алдыңғы бос камерасы және нұрлы қабық. Жалпы көздің құрылысы осыдан тұрады. Оптикалық жүйе. Енді көріп отырсыздар, физикадан оптика деген сөзді жақсы білеміз. Көру жүйесіне біз затты керісінше тоңқайтып көреміз және жүйке жүйесіне миға барып ол қайтадан дұрыс талдау жасанып қалпында көретін боламыз. Сыртқы қабық, ақ қабық. Сыртқы ақ қабық. Сыртқы бірінші қабығы дәнекер ұлпадан тұрады. Ақ қабық басқа бөлігін айнаға қарағанда көруге болады. Өздеріңіз айнаға қарасаңыздар көрінеді. Ал тығыз көздің қасан қабығы арқылы өтіп, едәуір ірі заттардан қорғайды. Мысалы, сырттағы ірі заттардан. Мысалы, ағаш немесе темір жаңқасы зақымдайды, бірақ олардың ақ қабықпен ұстап қалады. Ақ қабықтың алдына қасан қабық бар. Ол көздің алдыңғы бөлігінде мөлдір қасан қабығы орналасады. Сағат бетіндегі шығып тұрған мөлдір шыныға ұқсайды. Қызметі жарықты өткізеді, көзді ұсақ бөлшектерден қорғайды. Рецепторлардың жанасқан кезде жас бөлу рефлексіні іске асырады. Жас сұйықтық қасан қабықпенен ағып, тітіркенгіштігі жауабы шығарып, жаңағы кірген затты сыртқа шығарып тастауға мүмкіндігі болады. Ортаңғы қабық. Бұл тамырлы қабық. Тамыр міндетті түрде балалар өздеріңіз білесіздер, көректік заттарды тасымалдайды және оттегіменен қамтамасыз етеді. Тамырлы қабықтың ішкі бөлігінде артық жарық, фотосезімтал рецепторларды зақымдау үшін қара түсті болады. Алдынан тамырлы қабық, нұрлы қабық түзеді. Тамырлы қабықтың алды нұрлы қабық болып келеді. Және ол көздің түсін түзетін пигменттер болады. Қоңыр, қара, көк, жасыл тағы басқа түстерді. Нұрлы қабық орталығында қарашық орналасады. Нұрлы қабықтың орталығында қарашық болады. Нұрлы қабық қарашықтың мөлшерін реттейді. Егер де жарығы көмескі болса, қарашық ұлғаяды. Көмескі деген сөзді білеміз ғой балалар, жарыққа аз мөлшерінде. Ал жарық жарқыраған болса, ол тарыла бастайды.
Енді көздің үшінші қабығы тор қабық. Жарыққа сезімтал рецепторлар орналасқан заттардың шағылысқан жарық сәуле түскен кезде қозу пайда болатын жүйке талшықтардың жүйке импульс, яғни жүйке импульстың түрде бейне торқауыққа пайда болады. Міне мыналар. Көру жүйесін фоторецепторлар деп атаймыз ғой, фоторецепторлар. Енді осы таяқша менен құтжадан тұрады. Қарап отырсаңыздар, міне таяқшаның саны көп, құтжаның саны аз болып келеді. Келесі сабақтарда талдау жасаймыз. Оптикалық жүйе. Оптика деп жарықты сезетін және оны бокстайтын, шалысқан кезде сәулені жинайтын мөлдір құрылым айтамыз. Алдыңғы камера дейік бағана көз бұршағы және шыны тәрізді заттан жатады. Қасан қауық пен нұрлы қауықтың арасында дөңес кеңістік. Алдыңғы камера дейді, соққы кезінде ішкі өліктерді сақтайды. Осы кеңістік сулы ылғалменен ылғалданып мөлдір сұйықтыққа толы болады. Бұл камера жарық сәулелерді сындырмайды, оларды өзгертпейді, күңгірт етпейді. Оның қызметі пішім беру және қорғау. Екінші көз бұршағы жарық қарашық арқылы өтіп, бұршаққа түседі. Көз бұршағы екі жағы дөңес линза жарық сәулелерді өткізумен оларды жинақтайды, тоғыстайды, бокстайды. Сондықтан аккомодацияның қамтамасыз етеді. Көздің қисықтығын өзгертіп, көз бұршақ әртүрлі қашықта орналасқан заттарды анық көруге мүмкіндік береді. Көз бұршақ кірпік бұлшық етіне бекінеді және оның жиырылуына байланысты пішінін өзгертіп отырады. Жас өскен сайын кірпік бұлшық етінің бекінетін байламдар созылуы мүмкін, сондықтан көз бұршақтың эластикалығын жоғалтады да көру нашарлай бастайды. Шыны тәрізді дене. Көз бұршақтан кейін үшінші оптикалық жүйе шыны тәрізді дене орналасқан. Мөлдір қан тамырлар жоқ, іркілдек зат. Құрылымы бойынша тығыз коллоидқа ұқсайды. Күн сәулесін өзгертпестен тор қабыққа өткізеді. Оның қызметі көзді дөңгелек ету. Енді балалар, жақыннан көргіштік біз сығырлық деп атаймыз. Алыстан көргіштікті қырағылық деп атаймыз. Жақыннан көргіштік сәуле торқауықша дейін бокстанған қиылысады. Қауықшаға дейінгі. Бұл туа және жүре пайда болуы мүмкін. Міне өздеріңіз көріп отырсыздар. Дейінгі, торқауықшаға. Оқушылар арасында жиі кездеседі бұл. Оқушылар арасында бұл жиі кездеседі жатып, немесе жарық нашар түсетін жерде кітап оқығанда, там үлкен теледидар немесе ұялы телефонда жақын көргенде, немесе көру гигиенасын басқа да бұзылғаннан пайда болады. Жас өскен сайын көру қабілеті өзгереді. 45-тен 50 жаста көз бұршағының эластикалық құрылымы өзгереді. Ал ол кезде сәуле торқауықтың сыртында шоғырланады. Сәуле торқауықтың сыртында шоғырланады ондай кезде. Алыстан көргіштік адамға жақында тұрған затты бұлыңғыр болып көрінеді. Жақыннан көргіштік кезде бейнелер торқауыққа емес, оның алдындағы қалыптасады. Сондықтан ол екі жағы ойыс және шашырататын линза көзайнақ қажет болады. Екі жағы ойыс, міне өздеріңіз көріп тұрсыздар, екі жағы ойыс болып келетін. Ал алыстан көргіштік бейне торқауықтың сыртында қалыптасады. Бейне тордың сыртында, міне өздеріңіз көріп тұрсыздар, бейне тордың сыртында қалыптасады. Сондықтан екі жағы дөңес жинақтаушы линза керек. Міне екі жағы дөңес болып келеді. Қазір кезде оның орнына жаңағы линза бар неше түрлі. Сондықтан линзаны көзге таққан кезде гигиенасын дұрыс қарастыру керек.
таза болу керек, колуңузду жуу керек. Мунун линза тагуудун өзүнүн эрежеси бар го, ошондуктан сол эрежени толук устау керек. Эndi көздүн оорулары. Биз мына жерде дальтонизм бул көздүн түсүн ажырата алмайтын оору болуп келеді. Бул адам кызыл және жасыл түстү ажырата алмайтын жагдай көп кездесет. Көздүн конъюнктивдүү оору. Көздүн кең тараган чукал оорунун бири слемель кабышы. Кабыктын казан кабыктын жогорку кабатында бактериялык кабынуу, башкада көздүн ластануу, шаң тозаң, комдун, кокумдун түсүүдүн әсеринен болуу да мүмкүн экенин далилденген. Және де балдар, өздөрүңүз мына жерде көрүп тургандай, көз гигиенасын сактау керек. Осы жакындан окуу мына өздөрүңүз көрүп турсуздар. Мына жерде эреже боюнча жарыкта терезе жактан жарык түшүү керек, оң жактан жарык дурус түсүп туруу керек, және телевизор жакындан көрүүгө болмайды, және де неше түрлүү зыян заттарды колдонууга болмойт. Химикаттар менен жумуш істеген кезде баардык эрежени сактоо керек, спорт менен шугулдануу керек, зыянды ар түрдүү заттарды колдонууга болмайды, жагымды тагамдар, дарумендер менен толуу болуу керек. Көзгө дарумен кажет, сондуктан дарумени мен толук көздү камтамасыз этүү керек. Эгерде көзгө бир зат түшүп кеткен кезде сону дурус эреже боюнча жууп керек. Жууудун ар түрдүү адистери бар. Жакшы балдар, сау болуңуздар.